6 класс Жапония Токугава сигунаты мен Қытайдағы император Юнго тұсындағы жағдай. Жапонияны жақсы білесіздер. Кезіндегі 3 ғасырдың аяғында Ямото тайпалары бүкіл тайпаларды бағындырып Ямото одағын құрған. Кейіннен 6 ғасырда осы сөзден Жапония деп аталып кетті. Оны күншығыс елі Нихон не болса Ниппондар деп атады. Жапония мемлекетінің ең күшейген кезі 1598 жылы Жапонияға Токугава әулеті келіп, оларды сигун деп атайды. Олар жалпы 1598 жылдан бастап 1868 жылға дейін билік құрған болатын. Осы кезде Европа мен Америка шетелдіктерінің кіруіне тыйым салынды. Жабық есік саясатын ұстанды. Себебі олар христиан дінін енгізіп миссионерлермен әрбір порттарға көбейе бастады. 1612 жылы Токугава әулеті өзінің шағын заңдарын шығарды. Христиан дінін аластату, мүлде қуу. Себебі Япония жерінде буддизм және синтоизм діні дамыған еді. Қатал шара қолданды. 1635 жылы шетелдіктерді кіргізбеуге жабық есік саясатын ұстанды. Ол заңдарда Токугава былай деп шығарды: шетелдіктер кіретін болса, оны өлім жазасына өлтіруге кесіңдер деп. Өстіп 2,5 ғасырға созылды. Бірақ жаңа техниканың дамуын тежеді. Буржуазияға шектеу қойды да өздерінің феодализмді, әскери феодализм саясатын сақтап қалды. Бір бұл жерде кереметтігі ұлттық дәстүрдің дамуына жол ашты. Тек 18 ғасырда ғана революция бастап, Токугава сигунатын құлатып, Медзи император таққа отырды. Ол шетелдер мен экономикалар порттың бәрін ашып, жаңа технологияны, жаңа дамуды қолға алды.